Анашым, қал жағдайларыңыз қалай? Менде бәрі жақсы. Күннен күнге Сталинградқа таяп келеміз. Қасымдағы солдаттар өз аналарын, әйелдері мен балаларын көруге асығып жүр. Енді бұл соғыстың бетін қайтып көргіміз келмейді. Айналамызда қаншама адамдар аштықтан қырылуда. Қатты жауған жаңбырдың кесірінен бізге тамақ уақытымен келмейді. Батпақты жолмен адам түгіл машина жүре алмайды, ал жараланғандардың өзін алып кету одан да мүмкін емес. Анашым, сені қатты сағындым. Ұйықтаған кезімде түсімде туған жердегі үйім мен анашым өзіңді көрем. Бұл түсім үнемі қайталанып отырады. Уақыт аз болғандықтан көп жаза алмадым. Аман сау болғайсыздар.